Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге алмалы борщ, яғни шарлотка деп аталатын пирогтың жасалу жолын ұсынатын боламын. Бұл рецепті мен 2 жылдан бері пайдаланып келемін, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап, видеоны соңына дейін көріп, егер де маған тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар. Жасалу жолы өте оңай, әрі осындай үлпілдек жұп-жұмсақ болып пісіп шығады. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен бізге керекті заттарды дайындап аламыз, яғни керекті заттарымыз ұн, жұмыртқа, қант, ертілген сармай, ұсақталып туралған алма қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызды салып, оның үстіне қантымызды салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Әппақ болғанға дейін шамамен 3-4 минуттай араластырып аласыздар. Барлығын осылай жақсылап миксердің көмегімен араластырып шығатын боласыздар, аппақ болғанға дейін. Одан соң үстіне ертілген сармайымызды салып шығатын боламыз. Тағы да бір араластырып аламыз. Енді електегі ұнға қопсытқышты, яғни разрыхителімізді қосып, осы ұнның ішінде араластырып аласыздар да, содан соң массамызға аз-аздан сала отырып, миксермен араластырып аласыздар. Қамырды бірден барлығын салып жібермеңіздер, аз-аздан қоса отырып, миксермен араластырып аласыздар. Бізде міне осындай масса пайда болуы керек, яғни қатты қою да емес, қатты сұйық та емес, біркелкі осындай масса дайын болып шығады. Енді дайын қамырға ұсақталып туралған алманы саламыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз қасықтың көмегімен. Мен орташа көлемдегі 2 алманы пайдаландым. Барлығын жақсылап араластырып, жоғарыдан төменге қарай ұзақ араластыра отырыңыздар. Өйткені алма қамырымыз барлығы бір-бірімен жақсы араластыру керек. Одан соң 22 сантиметрлік формамызды алып, қамырымызды салып, бетін жақсылап бір тегіс етіп шығатын боламыз. Міне бізде дайын. Осы аралықта енді, яғни сәндік үшін 2 бөлікке бөлінген алмалармен сәндеп шықсаңыздар болады бетіне. Осы аралықта енді пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 50-60 минутта пісіріп алатын боласыздар. Міне осымен біздің пирогымыз дайын. Әдемілік ретінде бетіне қант ұнтағын сеуіп ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар, өте дәмді шығады. Ас болсын.